Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін жидекті салмасы бар, яғни қарақат пен таңқурай салмасы бар тарталеткалар дайындаймыз. Керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқаның сарысы және сода, қант қажет. Ұнымызды ыдысқа салып, оның үстіне ас содасын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін сары майымызды салып, қолымызбен сары май мен ұнды араластырып, езіп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамыздың сарысын салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осындай тарталетка ыдыстарына кішкентай бөліктерден қамыр салып, тарталеткаларымызды дайындап аламыз. Және оны 180 градуста 15 минут пісіреміз. Таңқурай салмасына енді жидегімізді саламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Жақсылап барлығын блендермен езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін отта қыздырамыз. Салмамызды жақсылап араластырып, оның үстіне 2 ас қасық жүгері салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Енді желатинімізге жылы су құйып, бұқтырып қоямыз. Тарталеткаларымыз пісті. Енді ыдысымызға клейгейді құямыз, қантымыз саламыз және желатиніміз саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып, отта қыздырып аламыз. Ыдысымызға творожный сырды салып, оны жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлегеннен кейін клейгей, желатин, қант салмасын барлығын шетінен құя отыра, кремдарымыздың барлығын араластырып аламыз. Креміміздің барлығы араластырып болғаннан кейін пакет салып, ыдысқа осының үстіне кремімізді құйып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді тарталеткаларымыздың үстіне таңқурай мен қарақат салмасын салып шығамыз және оның үстіне кремдарымызды құйып шығамыз. Кремдарымыз осындай болды. 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Тарталеткаларымыз дайын. Енді әртүрлі жеміс жидектермен бетін әсемдейміз. Тарталеткаларымыз өте дәмді әрі көрікті, дастарханға ерекше сән береді. Менің еңбегімді бағалап, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий қалдырып, лайк басып және жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.